Баршаңызға сәлем, менің арнама қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Рима. Бүгін сіздермен бірге осындай керемет рецептпен бөлісетін боламын. Қарыннан не жасағаныңызды білмей ойланып жүрсеңіздер, осындай керемет жұмсақ дәмді пирог жасап көріңіздер. Менімен бірге болып, видеоны соңына дейін көріп, арнама тіркеліп, және де лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдымен біз салмасын дайындаймыз. Мұнда салмасына менде бір үлкен дана пияз. Пиязымызды жақсылап ұсақтап турап аламыз осылай. Ендігі қарынымызды алдыңа тазалап, жуылып, мен бір пісіріп алдым. Суға бір пісіріп аламыз осылай қарынымызды. Енді осы қарынымды мен блендерден өткізіп аламын. Сіз қаласаңыз да блендермен, блендер болмаса міндетті емес уақыттап турап алсаңыздар да болады. Және мясорубкадан өткізіп алсаңыздар болады. Осылай мен блендерден өткізіп алдым. Бірнеше бөліктерге бөліп осылай блендермен езіп алдым. Осылай барлығын блендерге салып аламыз. Балаларыңыз қарын жемейтін болса, осылай қарыннан пирог жасап берсеңіздер өте дәмді болады. Балаларыңыздың барлығы да тауысып жейтін болады. Мұның бәрін ұсақтап кесіп алдым. Ендігі блендермен езіп алатын боламын. Мұны жақсылап осылай барлығын езіп алдым. Мен алдын ала 40 қабатпен және де асқабақ турап алдым. Барлығы да салмасына өзіңіздің қалауыңызбен не қоссаңыздар да өзіңіз білесіздер. Мен осы барын үйдегіні қостым. Ендігі қызып тұрған табамызға майымызды құйып, пиязымызды жақсылап қуырып, үстіне 40 қабатымызды саламыз. Жақсылап бір қуырып, араластырып. Ендігі үстіне банағы блендерден өткізген қарынымызды салып аламыз. Мұны барлығын салып алдық. Ендігі мен осылай асқабақты салдым үстіне. Барлығын бір араластырып, жақсылап қуырамыз. Дәміне қарай енді өзіңіздің қалауыңызбен тұз, бұрыш, түрлі өзіңізге ұнайтын приправаларыңыз болса, приправа қосуға болады. Мен кориандр, сондайларды қостым. Барлығыңызды өзіңіздің қалауыңызбен қоссаңыздар болады. Барлығын салып алғаннан кейін бір жақсы араластырып, ендігі осы жақсылап бір піскенше астын жауып қойып қоямыз. Ендігі біз қамырын дайындаймыз. Бұнда менде алдын ала дайындалған ұнымыздың үстіне салқын майымызды салып, сармайымызды жақсылап осылай ұнмен біріктіріп крошка жасап аламыз. Дайындап, ендігі үстіне қаймағымызды саламыз. Қаймағын салып алғаннан кейін 2 сары уыз саламыз. Міндетті 2 сары уыз. Және де бір дана бүтін жұмыртқамыз саламыз. Осы салып алғаннан кейін барлығын біріктіріп, жақсылап қамырымызды илеп аламыз. Бізде өте жақсы, жұмсақ, әдемі қамыр шығатын болады. Басында бірікпейтіндей, қолға жабысатындай болады. Батада барлығы да артық ұн салмаңыздар. Барлығы бірігіп, осылай керім қамыр шығатын болады. Мұны біздің қамырымыз дайын болды. Қамырымыздың осылай бір жағын үлкен, бір жағын кішілеу болып кесеміз. Астыңғы қабаты үлкендеу болып, үстіңгісін шамалы кішілеу болып осылай кесіп аламыз. Екіге бөліп. Қамырымызды енді жаятын боламыз. Ұнымызды шамалы сеуіп, оқтаумен жақсылап, қатты жұқадай емес, қалыңдай емес, орташа жақсылап осылай бір жайып аламыз. Бұл пирог менде осы өзімнің формаммен бірдей қылып жасап жатырмын.
үстіне пергаментный бумагамызды жайып, осы қамырымызды жайып алған қамырымызды осылай үстіне салатын боламыз. Мына менің формамен бірдей осындай қамыр шықты. Өте үлкен әдемі пирогымыз шығады. Ендігі үстіңгі бөлігін де осылай жақсылап шұқалап жайып аламыз. Оны да осылай оқтауға орап қоямыз. Қазір үстіне қойғанда жеңілдік болу үшін өзімізге жеңіл болады. Ендігі осы қамырымыздың үстіне салмамызды салып алатын боламыз. Бізде салмамыз бана пісіп шықты уже. Қатты ұзақ пісірмейміз, шала пісірсеңіздер болады. Осылай үстіне барлығын жақсылап салып аламыз. Шеттеріне ашық қылып қалдырамыз. Қазір біз қамырымызды үстінен жапқанда салмасы шығып кетпей, бір-біріне біріктіру үшін осылай жан-жағынан шамалы орын қалдырамыз. Тегіс қылып салмамызды салдық. Ендігі осылай қамырымызды әдемілеп үстінен бірдей қылып үстінен осылай жайып шығамыз. Ендігі мына астыңғы бөлік қамыры мен үстіңгі бөлік қамырын осылай бір-бірінен біріктіретін боламыз. Біздің ортамызда салмамыз шықпау қажет. Осылай біріктіріп алдық. Ендігі мына видеодағыдай осылай жанынан бастап осылай қайырып, әдемілеп формасын шығарып, узорын шығарып, әдемілеп пирогымыздың түрін әдемілейтін боламыз. Мына осылай айналдыра осылай жасап шықтым. Өте әдемі болып шықты біздің пирогымыз. Жағын қысыңқырап. Мына ендігі пирогымызды барлығын дайындап алдық. Ортасына осылай пышақпен кесіп жіберсеңіз де болады, тесіп жіберсеңіз де болады. Қазір піскен кезде біздің пирогымыз үрлеп не істеп кетпес үшін осылай шамалы кесеміз. Ендігі осылай бір сары уызымызбен бір ас қасық сүтімізді біріктіріп араластырып, осы қамырымыздың бетіне толық жағып шығамыз. Біраз піскен кезде өте әдемі болып қызарып пісу үшін осылай жағына толық жағып шығатын боламыз әдемілеп. Осы пирогтың салмасына не саламыз барлығын осы описание астында қалдыратын боламын. Видеоның астына сол жерден көре аласыздар. Және де бетіне осылай кунжутпен әдеміледім. Қалауыңызша кунжутпен ақ болсын, қара болсын, өзіңіздің ұнтаңызбен осылай сеуіп шықсаңыздар болады. Мен екі түрінен де әдемілеп сеуіп шықтым. Мына енді осы дайын болған пирогымызды 180 градуста 35-40 минутта қызарғанша пісіріп аламыз. Мына біздің пирогымыз дайын болып қалды. Өте жұмсақ, керемет. Ыстықта кессеңіз өте дәмді, керемет болады. Жеп-жеңіл жұмсақ кесіледі. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Қамыры да жұмсақ, жұп-жұқа болып керемет дәмді болып шығады. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Арнама тіркеліп, лайк басып, бірге қалдыруға ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше баршаңызға да ас болсын.